Саламатсыздар, менің YouTube көрермендерім, арыстандар. Тамыз айы қандай болмақ, байқап көрейік. Тамыз айы мына 1 августте 1, 2, 3 Сатурн мойынға жауапкершілік арту ғаламшарының аспектісі бар. Біздің әдемі бір сезімімізге бір кедергілер, ақша жетіспеушілігі, махаббат жетіспеушілігі, немесе бір құжаттарымыз дайын болмау, бір жерлерден бір бас тарту, бір көңіл күйіміз болмау, немесе денсаулығымыз болмау деген секілді осындай аспект бар. Бұл осы 1, 2, 3-інде болады. Және бір кішкене күмән қызғаныштар, немесе ақша бөлісуге байланысты бір оқиғалар. Адамдармен қарым-қатынаста осы аспекті жүретін болады. Және сонымен қатар сіздерде ең маңыздысы мына Меркурий ғаламшары қазір сіздердің белгілеріңізде тұр, әрі кері бұрылыста тұр. Бұл не? Әрбір сөздеріңіз, өздеріңізге деген сенімдеріңіз өте мықты деген сөз. Және өзгелердің көңілін қалдыруды абай болыңыздар. Әрі сіздердің өмірлеріңізге тікелей бұрынғы адамдар, бұрынғы жұмыс орындары, бұрынғы құжаттар, бұрынғы махаббаттар, сонымен айналысу керексіздер дейді. 11 тамызға дейін. Әрі қазір күн ғаламшары мына сіздердің белгілеріңізде тұр, өздеріңіздің ең күштеріңіздің мықты кезеңдеріңіз деп айтуға болады. Венера, махаббат, комфортты бір өзіңізді сезіну ғаламшары, астрологияда Венера деген ғаламшар. Ал бірақ Венера 12 салаларыңызда тұр. Сондықтан да бір құпиялықты қалайсыздар. Немесе бір өзгелерге айтпайық, әртүрлі бір салаларға ақшалар салып, құпия түрде қаражат, ақша жинауларыңыз да мүмкін. Немесе құпия бір махаббаттар болуы, махаббаттар кездестірулеріңіз мүмкін. Немесе бір өзгелерден оқшауланғыңыз келуі, немесе бір жасырын қылғыңыз келуі деген секілді осындай бір оқиғаларда келеді. Себебі Венераларыңыз 12 салада. Немесе көңіл күйіңіз болмауы, бір сізге бір ықпал ететін, бір сізге бір қысымдар болуы да мүмкін. Әсіресе мына 25 тамызға дейін. Себебі Венера сіздердің 12 салаларыңызда тұр. Ал енді Венера ғаламшары туған кезеңде жақсы аспектіде адамдар бір алыс жерлерге қыдырып шығасыздар. Сіздер осы тамыз айында 25 тамызға дейін аралықта қыдырулар болады. Немесе бір санаторияларда емделу, демалу, немесе бір медицина орындарына жүгіну, хирургиялық бір операцияларда болуы мүмкін. Әрі бір көңіліңіз қалып өкпелеу кезеңдеріңізде болады деген сөз бұл 12 сала себебі. Әрі бір тылсымдарға бір интуицияға бір құмарту, түс аяңдар көру, бір белгілер көру. 12 сала әйтеуір бір өзгелерден бір көзінен таса. Немесе сондай бір жұмыстарға шақырту болуы да мүмкін сіздерде. Әйтеуір бір құпиялықтар болады дейді. Ақша жинауларыңыз немесе махаббатта деген секілді. Бірақ күндеріңіз өздеріңіздің белгілеріңізде тұр, Меркурий сіздердің белгілеріңізде тұр. Сондықтан бір қатты мұны сезіне қоймайсыздар деп ойлаймын. Бірақ та бәрібір Плутон өте мықтылық, күштілік ғаламшар, Плутон деген ғаламшар бар. 15 жыл бойына сіздердің қарсы беттеріңізге келіп орналасты. Мен мына жылдық прогнозымда айтқан болатынмын. Осы Плутон тура сіздердің қарсы беттеріңізде қазір деп. Сіздердің күндеріңізге қарсы орналасқан Плутон. Сондықтан бір сізге мықты әсер ететін адамдар өмірлеріңізде кездесетін болады. Мықты бір басшыңыз болуы мүмкін. Мықты бір махаббат адамын кездестіруіңіз мүмкін. Немесе үйіңізде сондай адам болуы мүмкін, бір абыройлы деген, сізден күштірек. Әрі Плутонмен қарсылық білдірудің қажеті жоқ дейді сізге. Себебі Плутонды жеңу мүмкін емес дейді. Плутон бұл сіздің өміріңізге бір трансформацияны енгізуге келеді. Сіздің күніңізде арыстанда тура сіздің қарсы бетіңіз сойғыш белгісі. Сойғыш белгісі бұл көпшілік деген сөз. Немесе әйтеуір бір сізге қарсы деген сөз. Себебі сіз тек өз басыңызды, өзіңіздің өміріңізбен алысуға, өзіңізбен өміріңізді бір патшадай сезінуге келген жансыз. Тек өз өміріңіз ғана көресіз. Себебі арыстан дегеніміз осы. Күндей жарқырап тек өз өміріңізді көру, өзгелермен айналыспау. Ал енді қарсы бетіңіз ол көпшілік, көптің жағдайын ойлайтын көбінде. Сіздің екінші жағыңыз былайша айтқанда. Өзгелермен сіз кейде солай қарым-қатынаста жасайсыз. Себебі сойғыш сіздің де бойыңызда бар. Сойғыш белгісінде Плутон тұр қазір. Бұл сіздің өміріңізде үлкен трансформация енеді деген сөз, жеке басыңызда. Егерде мен бұл жерде қазір күнмен айтып жатырмын, жалпы түрде асценденттеріңіз бірақ басқа белгіде де болуы мүмкін. Ол кезеңде салаларыңыз өзгереді.
жеке басыңызда болуы мүмкін, некеңізде болуы мүмкін, жұмысыңызда болуы мүмкін, денсаулығыңызда болуы мүмкін. Енді мен жалпы айтамын бұл жерде. Себебі жеке прогноз ол төменде WhatsApp нөмірі немесе профилі көрсетілген, сонда заказ бересіздер. Дәл осылай видеомен аласыздар өмірлік жолдарыңызға, немесе сәйкестікке, неке, отбасыда, махаббатта, немесе балаларыңыздың өмір жолына деген секілді. Осы Плутон осы тамыз айында да 2-3 мәрте осы аспектісі бар. Бұл Плутон не дейді? Сіздердің өмірлеріңізге бір үлкен бір бағытыңызды өзгертесіз, ойыңызды өзгертесіз. Және көп бір өзіңіздің ойыңыз дұрыс болып тұруы мүмкін дейді. Бірақ сол жерде бір шатасулар да болуы мүмкін. Сондықтан қатты бір қарсылықтың қажеті жоқ дейді. Бір келісімдерге келіп, соны да үйренуіңіз керек дейді. Жұмыс барысында, махаббатта, өміріңізде өте маңызды болатын, сіздің өміріңізді бір трансформациялайтын неке, немесе жар кездестіруіңіз мүмкін, немесе махаббат кездестіруіңіз мүмкін. Бір сізге қысым да көрсете алатын, манипуляция да жасалатын, күмән қызғаныштар да туғыза алатын. Бірақ сонымен қатар материалдық жағынан бір сізге сүйеу бола алатын, осындай адамдар кездестіруіңіз мүмкін, немесе басшыны кездестіруіңіз мүмкін, немесе әйтеуір жоғарыдан ата-анаңыз болуы мүмкін, немесе досыңыз болуы мүмкін. Себебі Плутон, жаңа айттым, сіздің қай салаңызда орналасқанына байланысты. Онымен қарсылыққа келме дейді. Себебі келісімге кел дейді. Бұл құрдан құр емес, сіздің өміріңізде түп табырымен жоқ қылып жіберуі мүмкін дейді. Бір армандарыңызды. Немесе сізді бір аспанға, айға да шығару мүмкін. Үлкен ақшаға да ие болуыңыз мүмкін, үлкен кредитке де ие болуыңыз мүмкін, үлкен қолдауға да ие болуыңыз мүмкін, немесе үлкен бір күшке де ұшырауыңыз мүмкін. Сондықтан да арыстандар, сіздер көліктерде, электр желілерінде, жанғыш заттарда, немесе қараңғы жерлерде, адамдар көп жиналған орталарда бір күштерден де абай болыңыздар. Себебі Плутонның екі жағы бар. Бұл Плутонның сұрағанын берген уақытта ол кеңістік әлемнен 2-3 еселеп қайтады деген сөз. Плутон мысалы бір махаббатта бір адам болып кездессе, бір үлкен бір құштарлықтарды өткеріп, қиыншылықтарды да өткеріңіз мүмкін, стресске де түсуіңіз мүмкін деген сөз. Бірақ сонымен қоса үлкен өміріңізде үлкен бір креслоға ие болуыңыз мүмкін. Немесе Плутон ретінде бір досыңыз кездессе, соның арқасында көп бір адамдармен бір пайдалар, ресурстар келуі мүмкін сізге. Міне осылай түсіндіре алдым деп ойлаймын. Және біз күн мен ай тұтылуының календарына осы тамыз айында кіретін боламыз. Осы естеріңізде болсын. Сондықтан да егер сол аралықта тамыздың ортасынан бастап бір адамдармен ұрысатын болсаңыздар, одан соң араласпай кетулеріңіз мүмкін. Бір жұмыстан шығатын болсаңыздар, қайта орала алмайсыздар. 9-18 жылсыз. Ол жаңағы бір адамдармен келіспей қалушылыққа барсаңыз, ол мұз 9-18 жылсыз ерімейді деген сөз. Немесе ол адамды көрмейсіз деген сөз дейді. Көрген күн өзінде деген қайтадан бір байланыс коннект болмайды деген сөз. Себебі күрмеуге түсіп жоқ болады. Күн мен ай тұтылу дегеніміз осы. Оның орнына жаңа дүниелер келеді. Сол үшін маңызды бір қарым-қатынастар болса, көпірдің арғы бетіне бір өту деген секілді ғой, алып өтетіңіз, алып өтіп, қалдыратыңыз, қалдыру. Егер сол маңызды бір адамыңыз болса, содан айырылмауыңыз керек. Маңызды жұмысыңыз болса, содан айырылмауыңыз керек деген сөз. Себебі одан кейін орала алмай қалуыңыз мүмкін. Тіпті бұндай кезеңде, күн мен ай тұтылу кезеңінде ажырасып кеткен адамдар 9-18 жыл сізде бір ұзақ уақыт бойы ұмыта алмай, көз жасыменен бір сондай уақыттарды өткізуі мүмкін. Бұдан да абай болыңыздар. Және бұл бір қорқыныштарыңызға қарсы тұруға, адамдармен қарым-қатынастарда бір шыға алмай жүрген, нүктелер қоя алмай жүрген нәрселерге керемет уақыт болады. Енді 7 мен 10 тамызда бір табан астынан, бір достарыңызбен немесе коллективтермен табан астында жаңағы бірден бір жолға шығып кетулеріңіз мүмкін. Немесе бір блогтар түсіруіңіз мүмкін, суреттерге түсуіңіз мүмкін, кинолар түсіруіңіз мүмкін, немесе бір сатып алулары болуы, әйтеуір бір табан астынан бір өзгерістер, бір бұрылыс кезеңдер болады. Немесе бір жаңалықтар келеді. 7 мен 10 тамыз аралығында. Әйтеуір бір жаңалық, жаңа леп, жаңа идеялар, бір жаңа техникалар сатып аласыздар, немесе жаңа бір достар, жаңа махаббаттар кездесесіздер, жаңа емдер. Әйтеуір бір жаңалықтың бір келетін уақытысы болады. Себебі 9 тамызда ай толуы болады.
Ебір одақтарға кіресіздер, ебір одақтардан шығасыздар. Ебір достармен гәптәстер боласыздар, ебір әйелдердің бірігетін, ер адамдардың бірігетін орталар болады, немесе бір санаториялар, емделулер деген жерде бір адамдармен бірігесіздер, немесе бір билейтін жер, бассейндер деген секілді бір әйтеуір бір бірігу, немесе бір одақтардан шығу кезеңдеріңіз осы 9 тамыз аралығында. Немесе жаңа бір оқуларды оқуларыңыз мүмкін. Себебі ай толу кезеңі, бір нәтижелер келеді, көзге көрінерлік. Немесе бір құжаттарға қол қоясыздар осы кезеңде. Бір жер, үй сатып алатын болуыңыз мүмкін, немесе бір кредиттер туралайсыздар, бір нотариустер, немесе бір консультациялар аласыздар, заң, немесе бір некелерді бұза аласыздар, некелерге отырасыздар, бір сүйген адамды таңдау жасайсыздар. Себебі осы 9 тамыз ай толуы, ай толғанда бір ісіміз толатын кезең болады. Тура сіздің қарсы бетіңізде сойғыш белгісінде ай толу болады. Енді 12 тамыз Венера менен Юпитердің бірігу аспектісі болады. Осы 10 мен 15 аралығында. Бұл не? Бір сәттіліктер келеді. Кіші бақыт пен үлкен бақыт ғаламшарының бірігуі. Осы кезеңде бір жаңағы көптен күткен бір кеңістік әлемнің бір сізге бір дайындаған бір сыйлығы болуы мүмкін. Бір жағымды жаңалық естисіз осы кезеңде. Немесе осы кезеңде бір енді басталады. Себебі 2026-ның мына маусым айында, июнь айында сол кезеңде бір нәтиже көрулеріңіз мүмкін. Осы аралықта егер бір адаммен танысатын болсаңыздар, немесе жұмысқа тұратын болсаңыздар, үлкен ақшалар көресіз, бір жұмысыңыз көтеріледі, немесе осы уақытта таныссаңыз, сол адаммен сол кезеңде бір некеге тұрасыз, бір маңызды сол адамнан бір сыйлық алуыңыз мүмкін, үлкен көлемді, бір тілектеріңіз орындалады. Әйтеуір бір кеңістік әлемнің, Құдайдың бір сізге бір сыйлығын беретін уақыты деп айтуға болады. Сол осы 12 тамызда басталады. Бір идеялар келеді, бір қарым-қатынастар, бір ақшалар келеді. Немесе бір көптен төленбеген бір салықтарыңыз болуы мүмкін. Өзгелерге бір айта бермейтін махаббатыңыз болуы мүмкін. Айта бермейтін бір махаббат, ақша жинау болуы мүмкін. Бірден жаңа шетелге шығып кетуіңіз мүмкін. Әйтеуір Венера мен Юпитердің бірігуі болады. 12 салаларыңызда өзгелерге бір айта бермейтін. Және осының бір нәтижесін 2026-ның маусымында, июнь айында тағы да көресіздер көлемді түрде. Мүмкін осы уақытта танысқан адамыңызбен, мысалы құпия түрде, өзгелерге айтпай, 2026-ның маусымында мысалы үйленіп тұрмысқа шығуыңыз мүмкін. Немесе осы уақытта бір ақша жинасаңыз, 2026-ның маусым немесе июнь айында соған көлемді бір зат алуыңыз мүмкін деген секілді. Бұл тура осы емес, бірақ осыған ұқсас, себебі барлық арыстан бірдей емес. Астрологиялық карталарыңызда ғаламшарларға, әрқайсыңыздың 30 градуста туылған, 30 күнде туылған адамдарға тура сіздің астрологиялық картаңыздың үстіне қазіргі картаны қойғанда екеуі бір-біріне бірігуіне байланысты. Бірақ мен жалпы фонды түрде айтып жатырмын. Себебі бұл айда сіздерде 12 салада Венера тұр деп айтқан болатын. Жаңа видеоның барысында. Бір құпиялықтар, құпия махаббаттар, немесе бір жасырынғыңыз келуі мүмкін деген секілді. Ал енді 23 августтен, 23 тамыздан бастап күн бикеш белгісінде болады. Себебі 22 тамызда түстен соң күн бикеш белгісіне өтеді. Сағат мына кешкі сағат 8-ден бастап бикеш белгісіне өтеді 22 тамызда. Сонда кешкі 8-ден кейін, 22 тамыздан кейін бикеш белгісі болып саналады осы кезеңде туылған адамдар, осы 2025-те. Ал толыққанды бірақ 23 тамыздан бастап бикеш белгісі болып саналады. Күн сіздердің екінші салаларыңызға өтеді деген сөз. Енді ақша, шығыс кіріс, төлейтін нәрселер төлеу, ақша табу, тек сонымен айналысатын боласыздар. Бұл уақытқа дейін бір құпиялықтар, құпия махаббат, құпия ақша, немесе бір тылсымдарға құмарлық, немесе көп ұйқыңыз келу, көп түстер көру, шалқаулыққа салыну, немесе алыс жерлерге бір шығу, немесе емделу, бір жарық еткен, бір киімдер сатып алу, халықтың алдына шығу деген секілді, бір жаныңыз мерекені қалау деген сондай сәттерден өттіңіздер. Ал енді екінші салаларыңызға өтеді, оның бәрін жинап қойып, енді тек ақшап келеді, пайдап келетін істермен айналысқыларыңыз келеді. Немесе денсаулығыңызға инвестиция салғыңыз келеді.
бір тәттіден бас тартуыңыз мүмкін, жаттығу, диеталар болуы мүмкін, жұмыс күніңізді бір гормоналды бір бойыңызда бір өзгерістер, уақытында ұйықтау, уақытында тұру деген секілді соған көңіл бөлесіздер. Себебі бұл да ресурсқа жатады. Немесе бұл жаңағы миыңыздың бір сараптауы, тазалық, ұқыптылық, интеллект арқылы бір қаражат ақшалар табу. Бухгалтериясы болсын, мал жер шаруашылығы болсын, әйтеуір пайдап келетін. Жөндеу жұмысы болсын, міне сонымен айналысатын боласыздар дейді 23 тамыздан бастап. Себебі бикештер белгісінде дәл осы кезеңде жаңа айтулы болады. Өте ұқыптылық, тазалық, мидың сараптау жоғары, және бір сындар айту, кейде бір жүйкеңізге көп жаңағы күштер түсіп, миыңыз шаршап кеткендей болуы да мүмкін. Екінші салаға өтеді, бір ай бойы енді ақша қаражатты ойлайсыздар, шығыс кірістерді есептейсіздер, пайдалы нәрселермен айналысасыздар деген сөз. Және сол аралықта бір үйіңізге сатып алулар да болады, немесе бір жұмыс жасайтын адам бір тағы екінші жұмысты қарастыруларыңыз мүмкін, немесе жұмыс кәсібіңізде бір өзгерістер болады, сіздерде ауыс түйістер болады, әйтеуір ақшаға қатысты. Коллективіңіз, достарыңыз жұмыс жасайтын, соны бір өзгертетін боласыздар, бір жаңа мамандықтарды игересіздер, әйтеуір ақша келетін жұмыс кәсібіңізде бір өзгерістер келеді. Ал үйде отырған адамдардың өзі бір әйтеуір бір іспен айналысасыздар ғой. Үйіңіздің үлкен жөндеу жұмысын бастайсыздар, немесе үйіңізде үлкен тазалық, тастап өтейтінді өртеу басталады. Әрі бұндай уақытта бір үйіңізден бір онлайн бизнестер де болуы мүмкін. Енді 25 тамыз жақсы жаңалық, Венера сұлулық, әдемілік, осындай ғаламшар шаяндар белгісінде тұрды. 1 тамыздан бастап 25 тамызға дейін. Ең жақын адамдармен уақыт өткізу кезеңді, сол жерден бір рахаттар, дәмділіктер. Сондайды өткіздіңіздер сіздер. Бір сүйген адамыңызбен уақыт өткізу, достарыңызбен, әйтеуір бір сіздің жаныңызды түсінетін, сіз ол адамдардың қасында өзіңізді бір өзгертпей, сол күйінде бір өмір сүре алатын. Бір маскаларды кимейтін, себебі біздің шын өміріміз сол болып саналады. Сол кезеңде барып біз демаламыз, сол аралықта ғана біз өмірден рахат аламыз. Өз-өзімізбен болған уақытта. Ешқандай маскасыз. Сондай уақытты 1 тамыздан 25 тамызға дейін дәмділіктер, бір сәттіліктер, қуаныштар, сыйлықтар, немесе бір сүюлер, көмектер, жақындар арқылы келеді. Солармен уақыт өткізу, дастархан бас, той томалақтар. Ал енді 25 тамыздан бастап сіздердің осы Венера 12 салаларыңызда тұрды, жаңа құпиялықтар, құпия махаббаттар, өзгерге айтпай ақша қаражат жинау, немесе денсаулық. Енді бірінші салаларыңызға өтеді. Мен деген эголарыңыз, бір жарқырайтын кезеңдеріңіз енді туындайды. Енді бір әдемі киімдер сатып ал. Енді бір қымбат бір жаңа көліктер сатып ал. Үйлер, жерлер сатып ал. Немесе өзіңізді елге таныту. Сізге көп ұсыныстар келе бастайды. Махаббатта кездесулер басталады. Әшейінде елемейтін адамдар сізді көреді осы аралықта. Әйтеуір өзгелерге бір сұлу, дәмді, бір сондай болып көрінесіздер. Кеңістік әлемнің өзі бір ең сүйіктісі сіздер боласыздар. Көпшіліктің көзайымы болатын уақыт болады. Және мына 25 мен 26-сы осы аралықта жеке өмірде, немесе ақшада, бір коллективте, қарым-қатынаста қарай аспектісі бар. Бір түсініспей қалушылықтар, күмәндар, қызғаныштар, көре алмаушылықтар, немесе бір сіздің айтқаныңызды басқаша қылып жеткізу, немесе сіздің айтқаныңызды басқаша түсіну, бірақ іші бос, бір қойылымдар секілді. Және бұндай аралықта адамдармен бір шын пейілін білгіңіз келеді, бір өкпелер, реніштер, сөйлеспей қоюлар деген секілді оқиғалар келеді. 26 мен 29 аралығында осы аспекті бар. Және бұл 1 мен 2-сінде де болған, тамыз айының осы басында. 1 мен 2-сі түнде де болуы мүмкін, дөңгекшіп ұйықтай алмай көп түстер көрген, бір келіспей қалушылықтар болған, іштей бір сезімдік, ақшалар бөлісу, немесе махаббатта. Және 6-сында 11-інде болған, енді осы 26 мен 29-ында да тамыздың осы қарай аспектісі бар. Мұның емі ойыңызды ашық айту және бір келісімге келу. Оның үстіне 26 мен 27-сінде осы Венера сіздердің белгілеріңізде бірінші салаларыңызда тұр ғой, бұл сіздер арыстан. Сіздерге қарсы Плутон, жаңа айттым ғой видеоның басында. Соның тағы да аспектісі бар. 26-сы, 27-сінде.
дәл осы аралықта бір үлкен трансформация болады. Ақшада, қаражатта, қарым-қатынаста, махаббатта бір келесі бір этаптарға өтеді. Немесе енді бір басқаша қарым-қатынас құруды үйренесіздер. Бір осы аралықта жаңа бір құндылықтарыңыз өзгереді. Өзгелерге бір өзіңіздің бір шекараңызды сызасыз немесе. Енді бұлай болу мүмкін емес деп бір бөгеттер қоясыз немесе. Немесе осылай жүре береміз бе деп енді бір үйленіп тұрмысқа шығу, неке, немесе бір қонбайтын еміңізден бас тартып, басқа емдерді қарастырасыз. Тіпті ел, жер, үй ауыстыратын адамдар болады бұл осы аралықта. 26-27-сінде немесе бір үлкен кредиттерге қол жеткізесіз, соған бір стресстерге түсесіз. Бір тіпті бір махаббатта салқындық, көз жастары да болуы мүмкін бұндай аралықта. Немесе бір ата мен бала, ата-ана ортасында коллективте бір стресстер, немесе үлкен бір қол жетулер болады, екі жағы бірсе. Мықты айларыңыз болсын, арыстандар, сау болыңыздар.